Армысыздар, құрметті менің көрермендерім. Мен бүгін сіздерге тозақ жұмағының 5-ші бөлімін қысқаша түсіндіріп беремін. 5-ші бөлімде бізге эликсирді табуымыз керек дейді. Қазірше біз барлығын шетке қойып, миге көмектесіп және аралдан шығуды айтады. Су арқылы қашу мүмкін емес, суда құбыжықтар бар. Ал сары шашты бірінші эликсирді тауып, сосын қашуды айтады. Ал эликсирді қайдан табамыз? Дегенде ми білемін дейді. Соқыр сол кезде Габимару мен Юдзуриха екеуі тауына қалай үйренгенін айту керек дейді. Ал Юдзуриха тауына қалай қолдану керектігін түсіндіре бастайды. Габимару да бәрін түсіндіреді. Бәрін түсіндіріп болған соң, соқыр бәрін өздеріне сәйкес таулармен бөледі. Ал өлмейтіндермен кездескенде жеңіле бастаса, қашу керектігін айтады. Бір қолы жоқ адам миден аралдан қашқын келе ме? дейді. Ол иә дегенде, оны неге бірінші жібермеске? дейді. Габимару бұл қауіпті дейді. Сосын неге барып? Сен бұл аралдан біреуің де кете алсың, бірақ сен сонда да қалдың дейді. Ми өлмейтіннің арам ойы бар екенін, және оларды соңғы рет көргісі келіп, не үшін жаман болғанын сұрағысы келеді. Одан кейін ол аралдан кетіп, жаңа өмір бастағысы келетінін айтады. Габимару: кеттік, сен олармен сөйлесе алатыныңа сенімдімін, әйтпесе сен жаңа өмір сүре алмайсың деді. Бізге сосын өлмейтіндерді көрсетеді. Жаңадан келгенмен танысқысы келгенде, оның біздің құпиямызды білгені ерте деп оған шабуыл жасайды. Ол оны қайтарады. Сол кезде күлгін шашты: менің қонағыма ешкім рұқсатымсыз тиіспейді деді. Күлгін шашты жаңадан келгенді алып кетіп, тауысын зерттейтінін айтады. Және біз өлмейтіндердің зертханасын көреміз. Сосын біз Габимарулардың жартастан түсіп келе жатқанын көреміз. Олар өлмейтіндердің жеріне келгенін және өздерінің жоспарын құрып қойғанын көрсетеді. Габимару өзінің тауысымен жан-жақты көреді. Олар эликсирге жеткенде, Габимару үшін көреді, іші қарапайым жасалғанын байқайды. Кенеттен бір тауыны сезіп, өлмейтінді көріп шошып кетеді. Ол Габимарулардың келетінін, жаңадан қосылған өлмейтін айтқанын, және оларды күтіп отырғанын айтады. Оларды әр топқа бөліп жібереді. Осымен біздің аниме аяғына жетті. Келесі бөлім өте қызық болайын деп тұр. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.